Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Гүлмира Берікболқызы Сурманова. Жасым 51-ге бара жатыр. Осы мен қазір дәрігермін. Бітіргеніме біраз жыл болды, бірақ 20 жасымнан бастап осы салада келе жатырмын. Балалармен 4 емханада жұмыс істеп, балалармен бірге өсіп келе жатырмын. Не себептен мен осы салаға келдім? Себебі мен өзімнің кезінде білмектерім ауырған кезде өзім айтатындығым осы балаларды мен емдеймін деп. Себебі ол 2 білмектерімнің сестрамның қыздары ғой, ауыздары қисайып қалды. Ол кезде мен студентка болған 1-ші курсте. Осылай көбісі дәрігерлер емдей алмағаннан мен оны массажбен емдедім. Массажбен емдегеннен кейін өзім витаминдер, әсіресе нейропатологтан сұраған витаминдерді салып, содан кейін өзім 4-ші емханаға келіп жұмыс істей бастадым массаж кабинетінде. Әлі осы уақытқа дейін массаж кабинетінде жұмыс істеп келе жатырмын. Кейін кезде соңғы 5 жыл болды. Көбінесе өздеріңіз көріп отырсыздар, аутизм, ДЦП, сал ауруымен ауырып жатқандар көбейіп кетті. Әр қаладан келіп, емделіп кеткен кезде өзім қуанышты болып, білімді артып келе жатырмын. Сол үшін мен Қытайда 4 жыл бойы барып, көп нәрсені біліп, білмеген жерімді тәжірибе алып келдім. Қазіргі кезде балалар келетін болса, көбінесе балалар айтады ғой, бұл себеп. Диагноз дейді ғой, уақытша гипоксиямен, рахитпен, вальгсіз стопымен, көбінесе пластотопиямен туылады. Дисплазия көбейіп кетті, өздеріңіз білесіздер да. Жатырда жатқан кезде, тазовое предложение дейді ғой, су аз болғаннан немесе көп болғаннан да болатын нәрсе, және де анада көп витаминдер жетіспегеннен болады. Әсіресе Д витамині, магний, В6, флорлар жетпей жатыр, флора қышқылдары. Көрдіңіздер ме? Сол үшін ата-аналардың көбісіне айтатыным, өзін бірінші денсаулығын көрсетіп, сосын жүктілі болғанын қалар едім. Себебі әйелдерде көбінесе инфекциямен, жаңа айттым ғой, ауру мүмкін, біреулер анемиямен, біреулер толғақтары болады қатты, іште жатқанда кіндікке оралып қалуы мүмкін. Оның себебі бар, және де стресс бар бұл жерде. Оның себебінің бәрі осы біздің экология мен тамақтың сапасы, салауатты өмір сүрмегеннен болып жатыр. Енді біз неге массаж жасаймыз? Өмірге келгеннен кейін қазір УЗИге түсірген кезде, невропатологке барған кезде, олар кісілер айтады, массаж жасаңыздар деп. Массаж жасағаның өте пайдасы көп. Қан айналымына жақсы, тірек қимылына жақсы, бұлшық еттерінің қатаюына жақсы, және де психологиялық моторикалық дамуына жақсы. Көрдіңіздер ме? Сол үшін біз қазір осы массажбен ғана көбінесе балаларды аяққа тұрғызып жатырмыз. Және де көбінесе ауырып қалған балаларды орве дейді ғой, тұмау тиеді, біреуде бронхит болады, біреуде тісте мүмкін бұл дренаж массажбен, осы қазір дәрі-дәрмек бермей массажбен жасап аяққа тұрғызып жатыр. Енді бүгін мен үй жағдайда аналарға балаларына қалай массаж жасауды көрсетемін. Себебі үй жағдайында да бала өмірге келгеннен кейін өздерін дамыту үшін бұрынғы айтады, 40-на дейін шомылдырып, қолдарын өстеп жасаушы едік, жаттығуды. Сол сияқты қазір әжелерім жасамаған нәрсені біз жасап береміз. Үй жағдай жасасаңыздар, 1,5 айлық балапан келеді қазір. Сол кісіге қалай жасасам, үйде де солай жасасаңыздар, бір жағынан бой өсуіне жақсы, бұлшық етінің қатайына жақсы болады, және де қазір көп балаларда іш қатуы бар, немесе іш ауруы бар. Соған көмектесе аламыз. Екеуіңіздер үй жағдайында біз сәбиге массаж жасаймыз. Массажды өзіміз көбінесе жасаймыз әлі маймен. Қолымызды ыстып аламыз, түйгендеріне жыға бастаймыз. Денесіне жақ болғаннан кейін көп жақпаңыздар, себебі бөртіп кетуде мүмкін денесіне. Балапаным қасайса, менікі 1,5 айлық балапан. Үй жағдайында жасасаңыздар, төменнен жоғары қарай аяқтарын уқалай бастайсыздар. Бірінші қыздырып аласыздар. Қолдарыңызды қыздырып алғаннан кейін көріп тұрсыздар.
жасаймыз аяқтан. Төменнен жоғарыға дейін. Да болады. 3-4 мәрте қайталауға болады. Екінші мәрте қолдарының ұшымен жайлап біз вибрация дейді ғой. Спираль түрімен айналдыра бастаймыз. Массажда білесіздер өздеріңіздер не үшін алу керек? Себебі көп балаларда қазір гипоксия диагнозы болып жатыр. Нейропатологқа барсаңыздар өзі жасағаннан кейін гипоксия диагноз қойса, мінекейіңіздер аяқ қолдарын уқалап, біткенге, саусақтарға келеміз, табанға. Табанға неге көп жасаймыз, себебі нүктелердің бәрі табанда болады. Көрдіңіздер ма? Табан жасаған кезде саусақтарын ашпайды. Енді біз саусақтарының басына көп жасаймыз. Бұл ұйқы безіне өте пайдасы көп. Табанға жасауға болады. 8 деп айтуға болады. Көрдіңіздер ма? Саусақтарын ашып жатыр. 6 жасаймыз. Нүктелерін баса бастаймыз. Мінекей үш құрылысына өте жақсы көмектесе бастайды. Табандарын көп жасаған сайын оттегі басындағы азғаға өте миымызға өте жақсы пайдасы көп болады. Және де бала туғаннан бастап сәбилерге көбінесе су бергеніңізде жақсы. Миымызда су көп болған сайын бала да жақсы өсе бастайды. Ал массажды не үшін жасаймыз? Массажды қимыл тірек жүйесінің дамуына, қан айналымына, бұлшық жақсаруына, организмде барлық зат айналымы сияқты процестерге әсер етеді. Массажды 1,5 айдан бастап жасай беріңіздер. Көрдіңіздер ма? Бүгінге аяғы кез болды. Жайлап соза бастаймыз. Көрдіңіздер ма? Және психомоторикасына жақсы. Ертең күні тіл байлығына да өте жақсы көмектеседі. Енді біз аяқты бітірдік. Біз қазір енді қолды бастаймыз. Көресің? Қолды өзі бұл жібергенге дейін кеңіздер созып қолын, бұлшықтері жұмыс істесін, қан айналымы жақсы, денесін қыздыру үшін жасаймыз. Енді қараңыздар, 1,5 айлық балалар саусақтарын көбінесе ашпайды. Сол үшін біз көбінесе қолына, саусақтарына массаж жасай бастаймыз. Көрдіңіздер ме? Қолына неғұрлым көп жасаған сайын бала ертеңгі кезде мектепке барғанда жазуы өте тамаша болу үшін жасаймыз. Қол көп тартып созбаймыз. Өздері бергенше. Бұл жерде көбінесе мінекей жаттығуды жасап кетеміз. Өздеріңіз көргендей тіл сағатымен көбірек массаж жасаймыз, уқалай бастаймыз. Себебі мұнда деген біздің асқазанымыз бар, іш құрылысымыз бар, жасаған сайын жұмыс істей бастайды. Бірінші қолын жасап болдық. Енді біз екінші қолға барамыз. Иығына дейін алып барамыз. Бұл жерде де төменнен жоғары. Енді саусақтарын жұмыс істетеміз. Енді саусақтарын аша бастаймыз. Енді біз келеміз ішке. Қараңыздар, біздің көбінесе 1,5 айлық балалардың іштері көбінесе кеуіп кетеді. Немесе іше алмай бір күннен кейін іші аурудан мүмкін дәрігерге бара алмай. Сол себептен екі саусақты алып жасайсыздар.
аш ішек пен ішекті қоса бастайсыздар. Оны біз тік ішекке апара бастаймыз. Сол кезде іштегі желдер кете бастайды. Және де екі қолыңызды аласыздар. Ішектегі желдерді итере бастайсыздар. Көрдіңіздер. Бала жасаған сайын ішекті тоқ ішекке келіп, аш ішекке бала өзі желін жақсы жіберетін болады. Және де мінекей бізде 3 нүкте бар. Осы нүктені басқан сайын балада жақсылап желдетіп, жақсы ұйықтайтын болады. Тамақтары жақсы сіңетін болады. Мінекейіздер осыны 4-5 мәрте жасайтын болсаңыздар, аяқтарын 1-2 рет көтеру керек. Сол кезде жел шыға бастайды. Енді біз қазір ішке жатқызғаннан кейін өзі желін шығара бастайды. Енді біз кеудесін жасайтын боламыз. Кеудесінде көріп отырсақ қабырғалары өз орнында болу үшін бұның да көмегі өте жақсы. Қабырғалары өз орнында болатын болса, бізде рахит жоқ деп айта аламыз. Осымен жағдайында көбінесе балалармен кездер зарядка істеу болады. Жаттығу. Балалардың өте жақсы сезінеді. Ал аяғын бізде қазір көбінесе кездесіп жатқан дисплазия болу үшін жаттығу жасай береміз. 2 шағын күніге ашып тұру керекпіз. Алдын ала тезірек бала даму үшін. Жүрген кезде ертең күні 2 аяғы бірдей болу үшін. Мінекей, молодец. Енді арқасын жасаймыз. Енді біз аяғын бастаймыз ішке жатқызғаннан кейін. Төменнен жоғарыға дейін жасай бастаймын. Қан айналымы жақсы болады. Және денесін суық жерін, ыстық жерін бірге көмектеседі. Себебі балалар көбінесе ұйықтайды және қимылдары болмайды, сол үшін көмектесе бастаймыз. Балалар массаждаматады, өте жақсы еді. Енді қайтадан табан бастаймыз. Саусақтарын бәрін аша бастаймыз. Ладно, ты молодец, умница. Молодец, умница, молодец. Енді екінші жағын ежі.
Жады. Қатты жылайды. Молодец. Алина үйрен қатты ғой. Давай, Зара. Раз, два, три. Молодец. Я. Көбінесе профилактикамен кейін дисплазия болу үшін зарядка жасап керек. Иә. Былай осылай жату керек. Аяғы бірдей. Дисплазия жерде жоқ. Енді былай қарашы. Да. Енді біз қолын бастаймыз. Да. Қолын да төменнен жоғары бастаймыз. Бір-екі рет жұмыс жасап бастаймыз. Расслабить етеміз и саусақтар тағады. Жарай. Бір, екі, үш, төрт, бес. Молодец. Мінекей бізде көбінесе балапанда 1,5 айға келгенде бұл балаға қазір мойны қисық болып кетті. Енді мойнын қалай емдейміз? Мойнын біз жауырын ашу үшін бірінші денесін қыздырып аламыз. Апыр, өте жақсы. Әбден қырамыз. Бұлшық еттерді босата бастаймыз. Іште жатқан кезде көріп тұрсыздар. Мойны қисық болғанда міне осырып жатыр, өзі көрдіңіздер ма? Өшіп пұқайды. Әбден 8 көзден кейін омыртқаны біз аша бастаймыз. Омыртқаны сколиоз екен қисық мойнында астығында осылай жұмыс істейміз. Әбден созылыңыз. Видите, қалай пукает. Иә. Массаж ішке жасап болған ішке тықсап, баланың бәрін жеңдері өзі шыға бастайды. Енді біз омыртқаны тарта бастаймыз. Иә. Өңкеңіз, бала көбінесе іште жатқанда қысылып туылған бала. Сол үшін қысылып туылған. Көрдіңіздер ме? Қисық басы. Ал мойнына неше күн болды, мінекей енді ашып жатырмыз. Мінекей қысылып қалған. Енді сол мойынды аламыздағы мінекейіздер балапанның жауырын аша бастаймыз. Көбінесе балада іште многоводия кезінде жүйесі қысылып қалады бізде. Иә, аша бастаймыз. Енді жағын шығармау үшін екінші жағына кеттік.
көрдіңіздер ма? Мінекей мраморный кожа, соны кетіріп келді. Ал енді жауырын ашамыз. Жауырын ашқан кезде абайлап, қолын көріп тұрсыздар қалай қасайды, жауырын ашу. Жүре. Абайлап ашады. Мінекей, енді жаттығуға бастаймыз. Болды. Ну ладно, все, кеттік. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Қайда барамыз енді қазір? Далаға барамыз қыдырып. Мінекей, жасақтар. Ну, молодец. Аха. Желап, болады. Бірінші күндері ашылмайды. Аша бастайды. Мінекейіздер. Енді бір аяғын екінші аяғын жауырын жабыспау үшін аяқтарын соза бастаймыз. Молодец. Енді бетімізді. Ну ладно, смотри. Кішкене бетіміз істесек болды жан. Себебі бет керек. Шынтай бетімізді. Бұларды көбінесе мұрны. Мен тіл байлығына жақсы. Еп-еп-еп дейміз. Вот. Клап, кесен рахатпа. Рахатпа. Ұнайды ма? Ой, ұйқым келіп кетті ма? Келмес келер. Көп лезе жасаған кезде балалар жақсы демалатын болады. Да, енді зарядкасын көп қатты созылмайды, потому что балалар кішкентай. Үш айға барғанша қатты тартуға болмайды балаларды. Көрдіңіз бе? Балапа шаршай бастады. Аяқпен де көп жаттығу жасау керек. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты. Екеуміз табанмен де жұмыс істеу керек. Сол кезде бұрын саусақтарын жібере бастайды. Жүрек, көстегім ба. Молодец, все. Енді біз не істейміз? Омыртқамызды аша бастаймыз. Мінекейдер балғанды. Көбінесе аяқтан ашып қоймыз. Сәт. Демеп жүріп. Ну. Ой, мала. Апара жақсы. Все, осымен жаттығуымызды біттік. Сау болыңыздар. Мінекей ата-аналар, өздеріңіз көрдіңіздер, 1,5 минут балаға қалай жаттығу жасау керек, үйде қалай массаж жасап үйрену керекті. Және де сіздерден өтінетім, сәби туғаннан бастап невропатолог, ортопед, педиатрға жүгіну керек. Себебі көп балаларда қазір билірубен болып жатыр. Және де көп балалар кеш туылғаннан немесе ерте туылғаннан гипоксия ауруына кездесіп жатыр. Ал гипоксияны дер кезінде емдемесеңіздер, балапандар көбінесе ол емдемегеннен психомоторика, задержка речи дейді ғой. Дер кезінде сөйлей алмай қалады, дер кезінде жүре алмай қалады. Және де мойнын қисық болғандықтан қисық мойын болып қалып кетуі мүмкін. Сол үшін ертерек невропатологқа барып, ортопедтерден
Қандай жағдайда не істеу керек, сұрау керексіздер?